Одан кейін жаңағы біраз пайғамбарлар келеді, көп пайғамбар келеді. Ең соңғысына келетін болсақ, жаңа Закария деген пайғамбар келеді. Мариям сүресінде де Алла Тағала айтады, Закария пайғамбар Алла Тағалаға адал, айналада көп жаңағы ғалым сымақтылар, тағы да басқа сымақтылар, дін неше түрлі нәрселер жаңа жүреді. Бірақ Закарияның қорыққан нәрсесі, сол Мариям сүресінде Алла Тағала айтады, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, зикру рахмати раббика абдаху Закария. Ей пайғамбар, біз саған Закария туралы айтайық, Раббың оны қалай рахымына бөлегендігі туралы. Изнада раббаху нидаан хуфия, сол бір кез ол Раббысына құпия жалбарынып атқан еді дейді. Инни, Раббым, қола инни қода ваханал азму минни, менің насүйегім қаусады, Раббым. Шашым ағарды, ваштағала раси шайба. Валам акун бидуаика рабби шақия. Раббым, мен осыған дейін ешбір дұғам сенен саған қарай көтерген дұғам жауапсыз қалмаған еді. Менің қазіргі сұрап отқан нәрсем, Раббым, мен бір нәрседен қорқам. Неден дегенде хифтул мавалия. Менің артымда мына пайғамбарлық, мына діннің ісін мұраланатын адам жоқ деп қорқам, Раббым. Қараңыз. Егер Закария қазір кетсе өмірден, одан кейін дін түсіндіретін адам жоқ болды. Тәуратты түсіндіретін адам жоқ одан кейін болды. Сол нәрседен қорқып, мыналардың бәрі сатшы берейін деп тұрды, дафтағының бәрі. Қараңыз. Закария сол кезде қорыққан. Раббым, мен қаусаған сондай бір кездемін. Бұл сұрап отқан нәрсем осылай болса, жаңағы Тағаладан ұялып отыр ғой енді. Әйелім де осындай кемпір адам. Раббым, сен маған өз қасыңнан бір мұрагер сыйлашы. Нені мұралану керек ол? Ярисуни, менің ісімді мұралансын, Раббым. Сосын уамин әли Яқуб, Яқубтың әулетінің ісін мұралансын. Қарас. Яқуб деген жаңағы о жақта басталды ғой, Исхақтың баласы. Одан кейін қаншама пайғамбарлар өтті да, мысалы. Көрдіңіз бе? Сонда Яқубтың өсиетін қайталап тұр ғой. Яқубтың өсиеті қандай болды деген кезде? Яқуб алейхиссаламға өлім келген кезде, Исхадара Яқуб әл-мауту, ата Бақара сүресінде айтады. Сол бір кез Яқубқа өлім келген, өлім сәті келіп атқан кезде, күллі балаларын алдына жинап алып, жаңағы 12 баланы. Септі қараңыздар. Қалай өліп кету керек пайғамбар? Немесе дінге адал адам, мысалы пайғамбарға ілескен. Мәза ta'budu min ba'di. Менен кейін не нәрсеге ғибадат қыласыңдар дейді. Оның 12 баласы Аллаға құлшылық қылып жүр ғой. Сонда бұл қайталанып тұрала беретін насихат екенді бұл. Егер бұл насихат босап кетсе, бүкіл жаңағы адамзат босап кетеді. Сонда өлім сәтінде сұрайды, менен кейін кімге құлшылық қыласыңдар деп. Яқубтың есін қараңыз. Сонда олар айтады, нағбуду илахака, біз сенің тәңіріңе бойсынамыз, Аллаға. Ва илаха абаика, сондай-ақ сенің әкелеріңнің, аталарыңның Раббысына, Аллаға. Сенің әкелерің болған Ибрахимнің, Исмаилдың, Исхақтың, солардың Раббысына, илахан вахида, жалғыз Алла деп осылай біз боламыз өмір бақи. Ва нахну лаху муслимун, және біз ол Аллаға мұсылманбыз. Міне тура осылай мұраланатын бір мұрагерді сыйлашы деп отыр ғой Закария. Сөйтіп Алла Тағала періштелер арқылы хабарды жіберіп, я Закария, ей Закария, инна нубаширука би гуламин, біз сүйіншілейміз сені бір ұл баламен, исмуху Яхия, оның есімі Яхия болады дейді. Ләм наджғал лаку мин қаблу самия, бұл Яхия деген атаумен біз ешкімді атамап едік дейді бұған дейін. Яхия өседі, өскен баланы енді Тағаланы қараңыз қалай. Я Яхия, ей Яхия, хузил китаба биқуа, ұста Тәуратты мықтылап. Не үшін сұрап алды оны? Бала, әке баланы не үшін сұрайды өзі? Құр жаңағы сенің копияны жалғастыру үшін ба? Онда ол өте кішкентай мақсатты ол. Ол жолды ұстану керекті. Сұрады Яхияны. Алла Тағала Яхияны берді да, Яхияға айтты, хузил китаба биқуа, кітапты қуатпен мықтылап ұста, ей Яхия. Осылайша біз ол Яхияға дейді, кішкентай күнінен, сәби кезінен даналықты үйреттік дейді. Бұл аят нені білдіріп жатыр? Ей мұсылмандар, балаларыңа кішкентай күнінен ақылды үйретіңдер дейді. Ақылды. Ең
маңызды нәрсе айтады. Даналық. Даналық сол ақылдың жалғасы да ол. Бала күннен оған даналықты үйреттік дейді. Ватайнаху жаңағы хананан мин ладунна. Өз қасымыздан сондай бір рахымдылық сыйладық дейді оған. Рахымдылық деген қасиет өте керемет. Жанашырлық мұсылмандарға деген мысал. Ва закатан, жан дүниесіне сондай тазалық сыйладық дейді. Ва кана тақия, сондай тақуа еді өзі дейді. Ва барран би валидайхи, ата-анасына сондай ізгі мейірім деді дейді. Яғни туф деген сөз жоқ ешқашан. Тек әкешім, анашым деп тұрады дейді. Не істеп жіберейін деген мәселе. Мейірімді, жылулық шашпаса, жамандық шашпайды дейді оларға ешқашан. Валам якун жаббаран асия дейді. Ол сондай біреуге жәбір көрсетуші, сондай тілазар болмаған еді дейді ол Яхия. Сондықтан ол Яхия осындай қасиеттерімен өмір сүрді. Және осы Яхияны жаңағы юдейлер фатуалары, Яхияның фатуалары, Яхияның насихаттары көңілдеріне жақпағандықтан сол Яхияны өлтіреді. Қараңыз. Пайғамбарды өлтіру деген нәрсе. Қараңыз. Осы Исраиль ұрпақтарының заманында болған қылмыс қана ол. Қанша заманда небір нелер болса да мойындамайтын Алланы. Ешбір бұлында бүйтіп пайғамбарлар өлтірілмеген. Исраиль ұрпақтарында пайғамбарлар өлтірілген. Сөйтіп осындай туралыққа шақырып жүрген адамды өлтіре салды. Сөйтіп енді әкесінің көзін құртайық деді. Сөйтіп Закарияны қуалап жүріп, Закарияны өлтіреді. Неге бұларды әрбір заманда қияметке дейін неге осындай бір жаман нәрселер бастарынан өтеді? Залика бианнахум кану якфуруна би аятилла. Олардың дейді көбінесе сол жағандай езгілік, жаман нәрседе адамдардың көбісінің жаңағы жақтырмай берулерінің себебі дейді. Өйткені бұлар Алла Тағаланың аяттарына мойындамайтындардан болған. Ва яқтулуна набийина биғойри хақ. Сондай-ақ нақақтан пайғамбарларды зұлымдықпен өлтіретін дейді бұлар әр заманда. Жаңағы Яхия, Закария, мысалы, Хисқил деген пайғамбар, көп пайғамбарлар мысалы, Армия деген пайғамбар, Шиғия деген пайғамбар мысалы. Соның барлықтарын бірінен соң бірін жақтырмаған кезде өлтіріп отырған.